жанның денеден бөлініп шығуы да өте былай қарағанда қауіпті. Мысалы біреулер төменгі вибрацияларға түсіп кетуі мүмкін, жын-жыпырлардың әлеміне, да, басқа измеренияларға түсіп кетуі мүмкін, немесе жаңағыдай осознанно или неосознанно контракт жасап қоюы мүмкін. Егер мен сол жерде ведомалардың әлемінде мен оларға жанымды сатқан болсам, мен қазір байып кетіп деймін ба, мен қазір тек ана ақ жынымды алып кел, сары жынымды салып кел деген сияқты уже управлять етіп отырамын. Бірақ мен өлгеннен кейін, тәнім жерге көмілгеннен кейін жаным олардың әлемінде қалып, оларға мәңгілікке қызметке қалып барады. Уже мен придется келесі жанды аулауға да. Осылай үздіксіз процесс екен ғой. Осындай дүниелерді көріп шықтым, жан тазалығын сол кезде түсіндім. Иә, мына эстрада жұлдыздары, Голливуд жұлдыздары дейді ғой, мына көбінесе сол жақтағы дамыған нәрсе ғой бұл деген. Мысалы хайп дейді ғой, хайптың өзі де сущность қой. Мысалы ол да контракт ғой, хайповать етесің, ал саған уже мына жақтан дүниелер келе береді да. Но оның сұрауы өте, жаныңмен жауап бересің ертең өлген соң, шын өлген кезде.